көрініс пен тілекті біріктіру. Мазмұны: өткен тақырыпты қайталау, жаңа тақырыпты түсіндіру. Көрініс пен тілекті біріктіру. Жартылай көрініс пен жартылай тілекті біріктіру ережелері. Сызбада орындау кезеңдері. Үй жұмысы. Өткен тақырыпты қайталау. Сұрақтар: көрініске кескін ретінде анықтама беріңдер. Көріністер сызбада қалай орналастырылады? Қандай кескін басты кескін деп аталады және неліктен? Суреттегі кескін қандай көрініс деп аталады? Жалпы көрініс сызбада нені көрсетеді? Жауабы: көрініс деп бақылаушы қарағанда нәрсе бетінің көрінетін бөлігінің кескін деп атайды. Фронтал проекциясында алдыңғы көрініс басты көрініс, горизонтал проекциясында үстіңгі көрініс, профиль проекциясында ол жақ көрініс орналастырылады. Алдыңғы көрініс басты көрініс, сол жақ көрініс үстіңгі көрініс, негізгі көрініс. Алдыңғы көріністі басты көрініс деп атайды. Нәрсе сызбасын орындаған оның өлшемдері және пішіні туралы толық мағлұмат беріледі. Суреттегі кескін негізгі көрініс деп аталады. Жалпы көрініс сызбада сыртқы кескін көрсетеді. Өткен тақырыпты қайталау. Сұрақтар: қандай кескін деп аталады? Сызбада орналасуына қарай қандай тілектерді қолданамыз? Неліктен ол тілектер солай аталады? Тілектің қимадан айырмашылығы. Сұрақтар: қарапайым мен күнделіктің айырмашылығы. Сұрақтар: сызбада көрініс пен тілекті айырмашылығы. Жауабы: тікті бір немесе бірнеше құюшы жазықтықпен ойыша қиғанда алынатын кескін тілік деп аталады. Тілікте құюшы жазықтық тағына ғана емес, сонымен бірге қоюшы жазықтықтың арғы жағына жатқандарды да көрсетеді. Сызбада фронтал, горизонтал және профиль қолданамыз. Қоюшы жазықтықты фронтал, горизонтал немесе профиль проекцияларына параллель болса тікелей солай аталады. Тілектің қимадан айырмашылығы мынада: тілекте құюшы жазықтықтың ғана емес, сонымен бірге қоюшы жазықтықтарға да көрсетеді. Тетікті бір ғана қоюшы жазықтықпен құю барысында алынған жағдайда қарапайым тілектер деп аталады. Екі және одан да көп құюшы жазықтықтардың көмегімен алынатын тілектер күрделі тілектер деп аталады. Сызбада көріністе тек сыртқы көрініс орындаймыз, ал тілекті ішкі көріністің белгілейміз. Білімділік мақсаты оқушылардың өткен сабақтан алған білімдерінің қайталап қорытындылап бекіту, жаңа тақырыпты түсіндіру. Дамытушылығы мақсаты: оқушылардың ойлау қабілетін дамыту. Пән бойынша алған білімін қолдана отырып тез шешім қабылдауға бейімдеу. Тәрбиелік мақсаты: оқушылардың сабаққа, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, сызбаны дұрыс таза орындау. Кейбір сызба көрініс пен тілекті біріктіру ережелері сақтау. Жарты көріністің және жарты тілектің ортасына шекаралық жіңішке штрих сызығы тұрады. Жарты көріністе штрих сызық көрсетілмейді. Егер нәрсенің ортасына тесік болса, оның өлшем сызығы тең жүргізіледі, ал саны толық жазылады. Егер штрих пункттер сызық вертикал болса, көрініс сол жақта болып, ал тілек оң жақта тұрады. Егер ортасындағы сызық горизонтал болса, көрініс үстінде, тілек астында тұрады.